Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қуырылған бәліш, яғни пирожки дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Құрғақ ашытқымызды саламыз. Тұзды және қантты саламыз. Барлық қосатын өнімдердің мөлшері толығырақ видеоның төменгі жағында көрсетілген. Және де сұйық май құямыз. Ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Ұнымызды салып болған соң, қасықтың көмегімен араластырып біріктіреміз. Енді қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Бізде осындай қолға жабыспайтын біріккен қамыр шығуы тиіс. Қамыр илеген ыдысымызды майлап, сол ыдысқа қайтадан қамырымызды жайғастырып бетін жауып қоямыз. Қамырымыз жылы жерде 1 сағат немесе 1,5 сағатта көтерілуі тиіс. Қамырымыз көтерілгенге дейін картоптарымызды суға қайнатып аламыз. Дайын болған картопымызға қуырылған пиязымызды саламыз. Және де шамамен 2 ас қасықтай сары май саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышымызды салып, жақсылап езетін боламыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Дайын болып көтерілген қамырымызды бөлшектерге бөліп, осындай дөңгелек пішінге келтіреміз. Қамырымызды бір-бірден алып, осылай қолымызбен формаға келтіреміз. Және де оқтаудың көмегімен жайып, ортасына салмасын салатын боламыз. Қамырымызды қолданар кезде артық ұнды қолдануға болмайды. Егер артық ұн қолданатын болсаңыз, бәліштерімізді қуырып жатқан кезде арасы ашылып, салмалары шашырап кетуі мүмкін. Салмасын салып болғаннан соң, қамырымызды жабыстырып, видеода көрсетілгендей етіп формаға келтіреміз. Барлық қамырларымызды салмасын салып, формаға келтіріп түйетін боламыз. Пирожкиларымызды қуырмас бұрын осылай қолымызбен ақырын ғана басып шығамыз. Және де табада қызып тұрған майда екі жағынан қызарғанша қуырып алатын боламыз. Мінекей қуырылған бәліштеріміз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Рецепт ұнаса пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Дәметкен.